Қайырлы күн, құрметті подкаст көрермендері, тыңдаушылары, қош келдіңіздер. Бүгін біз кезекті подкастымызды жазуға дайынбыз, және де біздің бүгінгі қонағымыз Жолдыбалина Алуа Сериковна. Алуа Сериковна, сәлематсыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет. Келгеніңізге көп рахмет. Алуа Сериковна қазіргі таңда президент жанындағы біздің Қазақстандық стратегиялық зерттеу институтының директор орынбасары, сонымен қатар PhD докторы, саясаттану саласынан. Көп жылы университетте білім бердіңіз, жас түлектерді дайындадыңыз. Қазір енді біздің еліміздің ең басты стратегиялық аналитикалық орталығының жетекшісінің біреуісіз. Сондықтан бүгін келіп бізбен сұхбаттасқаныңыз біз үшін әрине өте үлкен бақыт деп айтсақ болатын шығар. Өйткені сізді тауып алу, сіздің уақытыңызды табу өте қиын болатын. Сондықтан көрермендер, бүгін қызықты әңгімеге дайын болыңыздар. Алуа Серікқызымен сұхбаттасамыз бүгін. Енді бірінші сұрағым менің әрдайым жеке адаммен байланысты. Жеке адам бұл бір әлем деп айтылады, философия тұрғысынан. Ал біз көп жағдайда ғылымға адам қалай келді, негізгі ойы неден басталды, және осы ғылыми жолыңыз қандай болды деген сұрақтан бастасақ, Алуа Сериковна. Сондықтан бірінші өзіңіз туралы, өзіңіз осы ғылымға қалай келдіңіз деген сұраққа жауап берсеңіз. Рахмет, Айгүл Кәкімбекқызы, біріншіден шақырғандарыңыз үшін. Екіншіден, ғылымға қалай келдім деген сұрақ менің әрине ең алғашқы өзімнің альма-матерім, яғни Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінен басталады. Мен сол 2002 жылы сол университетті тамамдап, саясаттану мамандығы бойынша тамамдап, Астанаға көшіп, Евразия ұлттық университетінің жаңағыдай саясаттану мамандығына магистратураға түскен болдым. Әрине мүмкін бастап кезде мен нақты ғылымға келемін, нақты ғылым жол таңдаймын деген бір мақсатымда болмаған шығар. Бірақ жаңа қала, жаңа Астана, жаңа университет, және де біз университеттің қабырғасында өте жаңағыдай білікті, өте академиялық білім жоғары деңгейдегі ғалымдардан үлкен дәріс алдық. Яғни тарихшылар бар. Бізде мысалы Москва университетін бітірген философтар бізге сабақ берді. Мүмкін сол кісілердің әсері шығар, яғни мысалы тарих пен философияны бізге өте жағдай жан жақты беріп, сапалы бергеннен кейін бізде жаңағыдай іргелі бір біліміміз өте терең болды. Және де осы магистратураға келгеннен кейін, әрі қарай саясаттану мамандығын жалғастырғаннан кейін сол университетте 2014-те оқытушы болып қалдым, жұмыс атқардым, қызмет атқардым. Одан кейін 2007-те ғана 3 жылдан кейін уақыт өте келе мен ғылымға барамын деген мақсат қойдым. Яғни жалпы мен ойлаймын, бүгінгі жағдайда ғылымда енді магистратураны айтпайын, бірақ енді докторантураға адам бір өзінің мақсатымен саналы келу керек. Яғни мысалы бірден бакалавр бітіріп, бірден магистратура бітірген жыл бірден докторантураға түсу деген, енді мүмкін ол да дұрыс шығар, мен қате деп айтпаймын, бірақ дегенмен қандай тақырып таңдайсың, қандай саланы таңдайсың, ол саланың ішінде қандай тақырыппен айналысасың деген сұрақтар болу үшін адамға тәжірибе керек. Адам тәжірибемен жұмыс істеп көру керек. Сосын барып қана адам өзі ғылыммен айналысам деген бір мақсатын қояды. Содан сондай мақсатпен келе 2017 жылы 3 жылдан кейін тамамдағаннан кейін магистратураны саясаттану мамандығы бойынша докторантураға түсуді ойладым. Енді қазіргі әлемде пәнаралық көзқарас дейді ғой, пәнаралық тәсіл мүмкін басымырақ шығар, бірақ мен таза саясаттану ғылымына жалғастыруға сондай өзім мақсат қойдым. Бакалаврды, магистратураны, әрі қарай докторантураны, одан кейін мысалы жаңағыдай болашақтың стипендиясын алған кезде, яғни сол мамандық бойынша тағылымдамадан өтуге шештім. Яғни сол ғылымның башқан кезде жан-жақты зерттеп, сол ғылымның жаңағыдай терең түбіне үңіліп, ғалым ретінде қалыптасуға сондай шешім қабылдадым. Яғни 2017 жылы сол Евразия ұлттық университетінде мен докторантураға түстім. Әрине ол үлкен мектеп мен үшін. Өйткені мысалы бізде жаңағыдай біздің өзіміздің отандық университеттің оқушыларынан бөлек бізге шетелдік ғалымдар үлкен дәріс оқыды. Мысалы ол үлкен тәжірибе болды бізге. Не үшін? Өйткені 2 апталап, ойлаңызшы, таңғы сағат 10-нан 5-ке дейін үзіліссіз сізге дәріс оқиды. Сізге үлкен жаңағыдай үлкен мәтіндер береді оқуға алдын ала. Мысалы мен өзім атап өтілем, жаңағыдай 2 үлкен мысалы дәрістің аясында, мысалы ол біреуі мысалы Чарльз Зиглер, ол Америка Штатының университеті, сосын Татьяна Друзина.
ол кісі бүгін менің ғылыми кеңесшім болды. Осы екі ғалым одан кейіндірек жаңағыдай әлеуметтанушылардың ішінде мысалы Александр Буровой, ол кісі де мысалы дәріс оқығанда осы ғылымдағы әдіснама деген не, әдіснама қалай болу керек, ғылыми зерттеуде әдіснаманың маңыздылығы неде, оны қалай жасау керек деген тақырып мен үшін өте қызықты болды. Сол себептен менің жаңағы ғылыми тақырыбым аналитикалық зерттеулер болды, аналитикалық орталықтар болды. Не себептен? Себебі барлық аналитикалық зерттеулер, әдіснаманың барлығы, көптеген әдістердің барлығы сол аналитикалық орталықтан келген негізі. Сондықтан да осы жаңағыдай тақырып ретінде осы аналитикалық орталықтарды алып, яғни 2010 жылы мен осы енді ойлаймын сәтті деп ойлаймын, яғни доктор атағын алдым, ғылыми атағын алдым, қорғап содан әрі қарай өзімнің ғылыми жұмысымды әрі қарай жалғастырдым. Керемет. Енді жаңағы сіздің тәжірибеңіз бұл сол табандылық, иә, бір алған жолға бірте аяқ басып өз мақсатына жету. Жаңа біз әрдайым ғылым туралы айтқанда есімізге түсетін бір мақал мәтеліміз бар, бұл ғылым іздегенің құдықпен ине қазғандай деп айтады. Сондықтан жаңағы құралыңыз әдіс болса, сол құралмен зерттеп тынымсыз қызмет ету, жаңағы еңбектің, ғылыми еңбектің нәтижесі сонда ғана бізге қолымызға тиеді деген сөз ғой, иә, бұл жерде. Сондықтан әрине бұл өте үлкен жұмыс, және саясаттану біздің жалпы республикамызда, жалпы ғылыми жүйенің ішінде де бір жас ғалымның қатарына кіреді. Және де бізде көп жағдайда енді Макс Вебердің классикасын білеміз ғой, бұл саясаттану дегеніміз не? Бұл жаңағы кәсіби қызмет пе, әлде бұл жаңағы сіздің өмірге деген, яғни өмір салты ма деген сондай бір көзқарас. Сондықтан саясаткер және саясаттануды кейде шатастырып жатамыз. Сіз осы екеуінің жігін қалай айыра аласыз, саясаткер және саясаттанушы дегенді? Енді мен ойлаймын, саясаткер мен саясаттанушы шын мәнісінде екеуі екі бөлек ұғым. Саясаттанушы көп жағдайда бұл ғылыми тұрғыдан, ғылыми әдістердің негізінде отырып, бүгіндегі болып жатқан қоғамдағы саяси, әлеуметтік, қоғамдық процестерге баға бере отырып, жалпы бүгіндегі қоғамда болып жатқан құбылыстарға өзіндік сарапшылық көзқарасын беретін адам. Саясаткер бұл саяси ғылымда қалыптасқан көзқарастар, тәсілдер, бір мектептердің қалаған теорияларын, олардың берген жаңағы ұсыныстар, аналитикалық орталықтардың ұсыныстарын жүзеге асыратын тұлға, ол практик. Яғни саясаттанушы көп жағдайда теоретик болғанмен, саясаткер бұл кісі бұл көп жағдайда практик. Бірақ әрине ұқсас жақтар бар. Мысалы, саясаттанушылардан кейде өте сәтті саясаткер шығады. Саясаткерлерден жақсы саясаттанушы шығады. Яғни бұл былайша кезде мысалы Америка құрама штатында revolving door деген, яғни айнымалы есік деген принцип бар. Яғни ол не деген сөз? Яғни өте көптеген жылдар бойы ғылымда жүрген адамдар, саясаттану ғылымда жүрген, университеттерде жұмыс істеген адамдар көбісі билік басына келеді. Билік басында мысалы мемлекеттік хатшы болады, президент болады, вице-президент болады Америка құрама штатында. Кейін ол адамдар өздерінің практикалық саясаткер ретіндегі барлық тәжірибесін қайтадан университетке немесе аналитикалық орталыққа алып келеді. Яғни олар саясаттанушы болады. Яғни бұл өте жақсы үрдіс. Неге? Себебі бір жақты, бір ғана көзқараста болған кішкене шамалы шектеу болады. Сондықтан да жан жақты болу керек. Мысалы, саясаттанушы болсаң, сен тек қана мысалы университетте оқытушылықпен қатар, мысалы сен саяси партияда жұмыс істеп көру керексің, қоғамдық ұйымдарда жұмыс істеп көру керексің, мысалы одан бөлек ғылым ретінде жұмыс істеп көру керексің, мемлекеттік қызметте жұмыс істеп көру керексің. Яғни оның барлығы саясаттанушылық қалыптасуында өте маңызды. Яғни неғұрлым жаңа аясы кең болады, өзінің кәсіби аясы. Мысалы саяси партияда істеймін, үкіметтік емес, мысалы тіпті баспада істеп көру, бұқаралық ақпарат құралдарында, мысалы саясаттанушы немесе сарапшы ретінде жұмыс істеп, аналитика жазып, оның өзі тағы да бір белес. Яғни оның барлығы кәсіби жалпы қамтасуында өте жақсы көмектеседі. Ол өте маңызды. Сондықтан да саясаттанушыдан саясаткер де шығады, саясаткерден де саясаттанушы шығады деген сөз. Керемет. Сондықтан құлақтарыңызға алтын сырға, тыңдаушылар, осы екі есікті ашып, бір есіктен екінші есікке өтуге әбден мүмкіндігіңіз бар. Сіздің жеке өміріңіз де меніңше осымен тығыз байланысты. Мысалы, сіз тек қана саясаттанушы емессіз, қазіргі таңда сіз осы саяси шешімдерді қабылдайтын, соған аналитика дайындайтын біздің бір стратегиялық институттың басшылығында, басшылық қатарында жүрсіз. Және біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сарапшылық
кеңесінің мүшесісіз. Осы тұрғыдан жаңағы өзіңіздің еңбектеріңіз туралы және қазіргі таңда осы региондарға көп назар аударылып жатыр, біздің аймақтарда қандай үрдістер жүріп жатыр, осы туралы айтып өтсеңіз. Яғни бізде бүгінде институтта, өзіміздің институтта ең үлкен бағыттардың бірі ол аймақтармен жұмыс. Негізінен мен өзім ұстанымым бойынша аймақтық саясатты көбінесе ұстанамын, қолдаймын. Мен жалпы ойлаймын, Қазақстанда бүгінде біз былайша айтқан кезде дамудың мысалы көптеген жетістіктерін немесе жаңағыдай бір жақсы практиканың көбісін біз 3 республикалық маңызды қалада жасаймыз: Астана, Алматы, Шымкент. Бірақ мен ойлаймын, Қазақстанның тепе-тең дамуы, Қазақстанның гүлденуі, Қазақстанның тұрақты болуы ол біздің 3 республикалық маңызды қаладан бөлек қалған 17 аймаққа байланысты. Яғни бізде бүгінде 17 аймақ Астана, Алматы деңгейіндегі өмір сүру деңгейі солай болса, яғни бүгіндегі олардың жалпы жақсы тәжірибесі Астана мен Алматы деңгейінде болса, біз тұрақты тепе-тең дамыған Қазақстанды аламыз. Өйткені мынау үстелдің 4 аяғы сияқты ғой, яғни 4 аяғда тең тұру керек. Тең болу керек, нақты тұру керек. Сол сияқты Қазақстанның 20 аймағы бүгіндегі ол 20 күн тәртіп. Яғни біз түсінуіміз керек. Біздің Қазақстанның үлкен ерекшелігі, біз территориясы ең үлкен мемлекеттердің қатарына жатамыз. Яғни енді территориясы үлкен мемлекеттердің басқару тәсілі және әдіс тәсілдері бөлек болады. Яғни бұл мысалы бүгіндегі Сингапур, мысалы 48 километр ұзындығы бар мысалы мемлекет сияқты емес, бұл үлкен 9-шы әлемдегі мемлекет. Яғни бұл мемлекет, біздің мемлекетте басқару тәсілі, мемлекеттік басқару тәсілі барлығы бөлек болады деген сөз. Бірақ әрине тепе-теңге тырыса отырып, мысалы бізде батыс пен шығыстың, солтүстік пен оңтүстіктің үлкен айырмашылығы бар. Бүгінде мысалы Қазақстанның бірнеше параметрін алайық, мысалы бүгіндегі Қазақстанның территориалды әкімшілік дамуы. Оның өзі бүгінде мысалы бізде біраз уақытта біртіндеп реформа жасалыну керек. Неге? Себебі бізде территориялық диспропорция бар, мысалы демографиялық ерекшеліктер, мысалы бізде тығыз халық орналасқан аймақтар бар, мысалы оңтүстік аймақтарда, бізде халық шағын мысалы аймақтар, солтүстік Қазақстан облысы бар. Оның барлығы бүгінде мемлекеттің дамуына әсер етеді. Яғни диспропорция деген негізі жақсы нәрсе емес. Өйткені әрине идеалды түрде барлығы тепе-тең болмайды. Неге? Себебі енді өзінің ерекшелігі бар. Солтүстіктің климат әсер етеді, яғни экономикалық, әлеуметтік жағдай әсер етеді сияқты. Бірақ мен ойлаймын, егер де біз бүгіндегі аймақтың күн тәртібін, аймақты неғұрлым терең түсінеміз, аймақты неғұрлым терең зерттейміз, соғұрлым біздегі ұлттық күн тәртіп, яғни ұлттық деңгейде қабылданатын шешімдер маңызды болады. Неге? Біз көбінесе бүгін бастаманы әр аймақтан өзіміз жинап алуымыз керек. Аймаққа кішкене сәл белсенділік беруіміз керек, дербестік беруіміз керек. Неге? Өйткені бүгінде аймақтар, Қазақстанның 20 аймағы, ол 20 әртүрлі мемлекет сияқты шағын ғана мемлекет. Неге? Мысалы бүгіндегі Ақмола облысы болған өзекті нәрсе, ол Маңғыстау облысы үшін өзекті нәрсе емес. Мысалы Маңғыстауда бүгін су мысалы мәселе болса, мысалы Ақмола облысында ол жер жайылым, мысалы ол мәселе. Яғни бірақ біз ұлттық бағдарлама, ұлттық жоба қабылдаған кезде, мысалы ұлттық деңгейде қабылдаймыз, мемлекеттік деңгейде. Бірақ біз ол ұлттық жобаны жасау үшін бірінші аймақтан ұсыныс алуымыз керек. Аймақтың көрсеткіштерін есептеуіміз керек. Аймаққа бір саралай келе, көрсеткіштерін саралай келе бір ортақ жүйе құруымыз керек. Яғни сол кезде ғана бізде жаңағыдай аймақтық ерекшелік. Жалпы әрине мысалы жаңағыдай аймақтық бөлініс деген болады, мысалы жаңағыдай макрорегион, макроаймақ бойынша. Бірақ дегенмен неғұрлым біз сосын мынадай ұлттық деңгейдегі сарапшыларға қарағанда біз аймақтық сарапшыларды бүгінде өсірсек, аймақтық сарапшыларға мән беріп, солардың кадр ретінде өсуіне берсек, біз үлкен жаңағыдай жетістіктерге жетеміз. Неге? Себебі әрбір аймақ өзімен жаңағы бәсекелес болады, әрбір аймақ бір-бірімен бірлесіп бір жобалар жасауы мүмкін. Әрбір аймақ бір-бірімен мысалы бір қандай да болмасын бір өздерінің өзара бір жобалар арқылы үлкен бір зерттеулер жүргізуі мүмкін, мысалы жаңағыдай шекаралы аймақтар бар, олардың өзінің яғни күн тәртібі бөлек, орталық қазақстандық бөлек, батыстық бөлек, шығыстық бөлек деген сияқты. Яғни сондай мәселеге келе, мысалы біз аймақтық зерттеуді бүгінде өте маңызды зерттейміз. Екіншіден біз 3 мынандай үлкен жобамыз бар институтта. Мен ойлаймын, жаңағы аймақтың дамуына біздің қосқан бір үлесіміз шығар. Біріншіден біз биыл жаңағыдай жас сарапшылар қолдау бағдарламасын жүзеге асырдық 23 жылы. Біз биыл тек қана 17 аймақтан ғана сарапшыларды қатыстырдық. Яғни біз Астана, Алматы қалаларын қатыстырмадық. Не себептен? Себебі бүгіндегі аймақтық
дауыс аймақтық сарапшыларға мүмкіндік беру керек. Ол жақта да оған мұқтаждық бар, оған да бір сұраныс бар, ол жақта да бір өзектілік бар. Бүгіндегі аймақтағы сарапшыларды өсірейікші деген ниетпен біз сондай жасадық. Яғни жалпы бізде 30-ға жуық өтінім түсті, бірақ арасында біз 11 өтінімді ғана қабылдадық. 11 өтінім ішінде бізде 4 жеңімпаз болды. Яғни ол жеңімпаз үлкен жаңағыдай зерттеу жұмысын жасады. Яғни біз оларға менторлық жаңағыдай өзіміздің көмегімізді көрсеттік. Бұл нені білдіреді? Яғни бізде аймақта әлеует бар деген сөз. Ғылыми әлеует те бар. Бірақ біз әрқашанда аймаққа үңіліп қарамаймыз. Өзіміз көмектесуіміз керек. Өзіміз бастаманы алып оларға әрқашанда үйретуіміз керек. Яғни ана үйретуден жалықпау керек қой басқа кезде. Бұл жаңа бірінші жоба. Екінші жоба, біз биылдан бастап аймақта өкілдік аша бастадық. Яғни біздің Астанада отырып, мысалы, Астана қаласында өмір сүріп, осы жерде жұмыс істеп, мысалы, Түркістан облысы туралы жазу ол мүмкін емес нәрсе. Өйткені эмпатия жоқ, сізде терең эмпатия жоқ. Өйткені сіз ол облыста тұрмағаннан кейін, ол жермен жүрмегеннен кейін көп нәрсені терең түсіне бермейсіз. Ал аймақта 30 жылдап, 40 жылдап өмір сүрген адам ол жақтың өзінің ерекшелігін біледі, ол жақтың проблемасын тереңірек түсінеді. Яғни ол бізге аналитика берген кезде аймақтық көзқарас береді. Яғни сол мақсатта біз бүгінде аймақтық өкілдікті ашып жатырмыз. Бүгінде біз 8 адамды жуыққа алдық жұмысқа. Яғни ол адамдарды сарапшы ретінде ары қарай жаңағыдай біліктілігін көтереміз, соған күш саламыз. Ары қарай ертең ол азаматтар мысалы аймақтан осы жаққа келіп, мысалы орталық біздің жаңағыдай институтта жұмыс істесе де ол да мен ойлаймын үлкен әлеует деп. Яғни сондай жобамыз бар. Сонымен қатар тағы да бір үшінші жобамыз, яғни біз аймақтық сарапшылардың кеңесін құрдық. Яғни аймақта әртүрлі сала, яғни медицина, білім беру, жергілікті мемлекеттік басқару, экономика деген сияқты. Яғни біз әрине біз бар тақырыпты ала бермейміз, бірақ бүгіндегі аймақтағы өзекті проблема не, бүгіндегі аймақтағы қордаланған мәселе неде, оны қалай шешу керек деген сияқты аймақтық көзқарасты алуға тырысамыз. Өйткені әрине орталық мемлекеттік органда жұмыс істейтін адамдардың, азаматтардың, мемлекеттік қызметкерлердің көзқарасы бөлек болуы мүмкін. Басқаша. Неге? Аймақтық ерекшелікте аймақта мысалы бюджеттік қарым-қатынас, одан бөлек жаңағыдай мемлекеттік органдардың орнына қарым-қатынас, мемлекеттік басқару жүйесі барлық шамалы ерекшелігі бар. Сосын әрине мысалы жаңағыдай ондай мәселені ескере келе аймақтық сарапшыларды тағы да жаңағыдай күн тәртібіне шығарып, олармен талқылап, олардан ескеру керек. Біз анау мысалы жаңағыдай айттық, халық үніне құлақ асатын мемлекетпіз, иә? Ол тек қана мемлекеттік органдарға арналған, ол барлығына айтылған нәрсе. Ол сарапшыларға да айтылған. Яғни біз ұлттық деңгейде мүмкін Астана, Алматы қаласындағы сарапшылар мүмкін біз әбден бірінші жылдап жаңағыдай ірі қалада өмір сүргеннен кейін біз басқаша трендтерді көреміз. Ал аймақта сүретін адам, аймақтағы сарапшы, ол жақтағы процестерді, бізге көрінбейтін процестерді олар өте жақсы терең түсінеді. Сондықтан да ол азаматтардың, мысалы біз өзіміз тәжірибе жүргіздік. Биыл 2 жаңағыдай Zoom онлайн сарапшылық талқылауын жүргіздік. Жаңағы аймақтық сарапшылар жұмыс істейді екен, бұл тәсіл жұмыс істейді екен. Яғни біз соның негізінде аналитикалық баяндама жаздық. Яғни 2 кездесуден кейін. Неге? Өйткені аймақта қордаланған мәселелер, аймақта бір ұсыныстар өте көп негізінен. Бірақ сол ұсыныстарды жаңағыдай шешім ретінде рәсімдеп, соны жеткізе білу ол жаңағы біздің де міндетіміз. Сондықтан да осындай жаңағыдай аймаққа мән беру деген біздің ең басты бүгіндегі бағыттарымыздың бірі. Енді негізгі деп айтпаймын, бірақ негізгі бағыттардың бірі. Неге айтып тұрмын ғой, жаңағыдай мысалы бірақ қана мысал соңғы мысал құрылған 3 жаңа облыс, мысалы, Абай облысы, Жетісу облысы, бүгінде Ұлытау облысы. Ол облыстарға біз құрып қана қоймай, айналайынсыздар, мысалы, құрылдыңыздар, ары қарай дамыңыздар деген мәселе. Енді мәселе ондай емес. Ол кісілерге біз әрине бұл жаңа облыс, әлеуеті де басқа, старты возможности, яғни олардың мүмкіндіктері де бөлек. Сондықтан біз оларға максимально, яғни біз кең көлемде ол адамдарға, ол облыстарға әдістемелік зерттеу жаңағыдай жасауымыз керек. Жалпы мен ойлаймын, аймақтық зерттеу, аймақтық тақырып, мысалы біз ғылымда болады ғой. Біз ғылымда қалай аламыз? Қазақстан Республикасының бүгінде ұлттық қауіпсіздігі, Қазақстан Республикасының тіл саясаты, Қазақстан Республикасының ауызғы тіл қауіпсіздігі деп аламыз. Жалпы аламыз. Біз мемлекеттік деңгейде аламыз. Бірақ енді бүгінде біз мемлекеттік деңгейден бүгін аймақтық деңгейге көшуіміз керек. Яғни бүгіндегі мысалы Ұлытау облысының әлеуметтік экономикалық жағдай, бүгіндегі Ұлытау облысының, немесе мысалы Түркістан облысының этносаралық жағдай деген сияқты. Яғни сол жаңағыдай аудан деңгейіне дейін түссек те, неге ол маңызды? Өйткені мынандай тәжірибе болды. Біздің институттың жалпы дамуында біз 3 рет үлкен жобаға қатыстық, аймақтық кешен зерттеу деген. Яғни біз бірінші команда құрылдық. Ол экономистер бар, әлеуметтанушылар бар, саясаттанушылар бар, ол жерде халықаралық қатынас мамандары болды. Яғни жаңағыдай пәнаралық топ құрып, біз 3 аймақты Қазақстанда зерттедік. Яғни бір шетінен
екінші облыстың шетіне дейін Қарап жүріп шықтық, шықтыңыз. қарап шықтық. Неге? Өйткені мен саясаттанушы ретінде басқа процесті көремін, экономист басқа көреді. Біз кейде ұсынысты дайындаймыз, бірақ оның экономикалық, оның жақта бір әлеуметтік бір аспектілері бар ғой. Сонда жаңағыдай междисциплинарный, яғни пәнаралық тәсілдің негізінде біздің беретін ұсыныстарымыз да өте терең болды. Мысалы бізде кезіндегі оңтүстік қазақстан облысында болды зерттеу, одан бөлек Алматы қаласында болды, Маңғыстау облысында болды. Неге? Ол мен ойлаймын әрбір аймақ зерттеуге өзекті, әрбір аймақтың өзі. Сонда біз мынаны түсіндік. Аймаққа барып, аймақтан ең құрмағанда 15 күн сол жақта жүріп, халықпен сөйлесіп, мемлекеттік органдармен сөйлесіп, инвесторлармен кездесіп, кәсіппен кездесіп, бизнеспен кездесіп, өзің көріп жүріп келгеннен кейін барып қана сен көп нәрсені терең түсіне бастайсың. Мысалы, біз білеміз, біз зерттеуші ретінде мынандай мәселені мысалы аңғарғанбыз. Кезінде оңтүстік қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, сол кездегі мысалы Сарыағаш, Мақтаарал деген үлкен аудандар бар. Енді халқы жағынан ол мысалы үлкен аудан ғой. Және полиэтникалық полиэтникалық аймақтар. Иә. Ол 250-280 Иә. шамасындағы халқы бар. Ол жақтағы аудан әкімі, ол аудан әкімі. Бірақ бізде солтүстік Қазақстан облысы бар. Ол жақта аудан әкімінің халқы 15 мың болады. Сонда аудан әкіміне бір талап қойып тұрмыз ғой біз. 280 мың халқы бар, аудан әкімі 15 мың халқы бар. Екеуінің жүктемесі бөлек қой. Бірақ талапты біз бірдей қоямыз екеуіне де. Сондай жағдай үлкен айырмашылықта келе, мысалы жағдай кезіндегі жаңағы Мақтааралдың бөлінісі, кезіндегі Сарыағаштың қайтадан екі ауданға бөліну, оның барлығы сол жерде барып көргеннен кейін барып әкімнің жұмысында қиындықты көргеннен кейін барып қана сіз көп нәрсені түсіне бастайсыз. Сонда мен ойлаймын, бүгіндегі университетте оқитын саясаттанушылар болсын, әлеуметтанушылар болсын, барлығын аймаққа жіберу керек. Аймақта тәжірибе өтсін, аймақта тәжірибе жинап келсін. Неге? Өйткені аймақтан өскен саясаттанушы болсын, әлеуметтанушы болсын, ол ұлттық деңгейге келген кезде анау көп нәрсені көзқарасы болады. Неге? Өйткені ол ерекшелікті біледі. Иә, өте жақсы бетбұрыс, шыны керек. Өйткені біз макроэкономикалық көрсеткіштерге әбден үйрендік. Бірақ ол макроэкономика, мен әрдайым айтам, жеке адамның өміріне қандай оның қатысы бар. Иә, оны басқа толқынмен кете барады. Ал мынау жергілікті өмір ол басқаша, оның ағыны да басқаша, оның көрсеткіші де басқаша. Сондықтан әрине бұл бетбұрыс өте жақсы бетбұрыс. Және де біз енді этносаралық қатынастарды зерттеген сайын әрдайым әрбір облыстың, ауданның және қазір ауылға дейін жеттік. Ауылға дейін айырмашылығын көріп отырмыз. Шынымен де өте қызықты нәрсе. Сондықтан осы аймақтық зерттеулерді дамыту үшін не керек? Өйткені біз әрине бізде де мысалы ғылыми сарапшылық кеңесіміз республика деңгейінде, иә, бұл сарапшылар кеңесі. Облыс деңгейлерінде бізде де ғылыми сарапшылық топтар бар. Әрине ол енді қоғамдық жұмыс көп жағдайда, оған ешкім қосымша ешқандай ақша төлемейді, оны шын айту керек. Әр зерттеуші, әр эксперт бізге эксперттігімен құнды. Сол жаңағы жағдайды қалай бағалайды, қандай өзгерістер көріп жатыр деген сондай пікірталастар болады. Және де осы соңғы 2-3 жылда бір жақсы үрдіс тағы байқалады. Біз білім және ғылым министрлігінің ғылым комитеті гранттық конкурстарды ұсынған кезде біз нақты облыстарға назар аудара бастадық. Мысалы, осы былтырғы жылы осы ғылыми сарапшылық кеңес мүшелері бөлек солтүстік аймақтардың этникалық жаңа жағдайын зерттеді және бөлек оңтүстік аймақтарды зерттеді. Жаңағы спецификасы бөлек, екі топ бөлек жұмыс істеді. Сондықтан екі жобаны да қараған кезде біз көріп отырмыз айырмашылығы қандай және терең процестер басқаша жүріп жатыр деген өте жақсы көрініс. Сондықтан қалай ойлайсыз, осы зерттеу әлеуетін қалай жоғарылатуға болады? Жаңағы сіз институт әрине түсінікті, енді институт өз тарабынан. Ал жалпы біз осы этникааралық мәселеге келетін болсақ, бізде дін мәселесі де өзгеше, ол жерде жаңағы басқару жүйесі де жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Осыған біз қандай жолмен келеміз? Енді бірнеше жол болуы мүмкін бұл жерде. Біріншіден, біз енді жаңағыдай зерттеу институттарының немесе аналитикалық топтардың біріміз. Бізден бөлек мысалы сіздердің институттарыңыз бар, мысалы дін зерттеу институттары бар. Одан бөлек мысалы жаңағы қоғамдық пікір әртүрлі институттар бар. Сол әрбір институт, мысалы біз консорциум құрамыз, өзіміз консорциум құрамыз, бірлестік құрамыз өзіміз жағдай бір тақырыптар бойынша. Мысалы демографиялық бізде тағы да консорциум бар, мысалы.
сондай консорциумдар арқылы мүмкін жаңағы аналитикалық орталықтар өздерінің аймақтағы жұмыстарын мысалы дамыта отырып бірге жұмыс істеу. Мысалы біз институт бірге жұмыс істеуіміз мүмкін аймақтық зерттеуге келген кезде. Мысалы біздің институт, сіздің институт, мысалы экономикалық зерттеу институты бар, иә, ол жақта да аймақпен айналысатын департамент бар. Үшеуміз бірігіп мысалы бір жоба жасап, сол аймақтың әлеуетін өсіруде бізде серіктестік жаңағыдай ынтымақтастық жақсы болу керек. Біздің ынтымақтастығымыздан, біздің жұмысымыздан жаңағыдай аймаққа өте пайдалы болады. Неге? Есептен себебі сіздердің ресурстарыңыз бар, адами, мысалы сарапшылық, біздің өзіміздің сарапшылық ресурстарымыз бар. Соны біріктіре келе, ол кісілерді былайша айтқан кезде бірлесіп жұмыс істеуіне мүмкін әсер етеміз. Екіншіден әрине кадр мәселесі. Мен ойлаймын, бүгінде аймақта кадрлық былайша айтқан кезде мәселе өте өзекті. Егер мысалы Астана, Алматы қалаларына мүмкін ол соншалықты өзекті болмаса, аймаққа өте өзекті. Неге? Өйткені әрине жақсы өмір сапасы болғаннан көбісі Астана, Алматыда қалуға тырысады ғой, бірақ дегенмен аймақта да бір үлкен бір артықшылықтар болу керек. Бүгінде мысалы университеттерден бастап біз жаңағы маманды дайындап, сол жерде саясаттанушы болып, әлеуметтанушы болып қалуға ықпалын жасауымыз керек. Неге? Себебі оның жаңағыдай маңыздылығын түсіндіріп, ол адаммен жұмыс істеп, ол жақта өсуіне жағдай жасауымыз керек. Яғни мен ойлаймын, бізде аймақта негізінен бізде мысалы біз президент жанындағымыз, иә, сіздер мысалы министрлік жанындағы мекемесіздер, иә. Мен ойлаймын, біз бұндай ұйымдарда тек қана министрлік емес, тек қана президент жанында емес, тек қана парламент жанында емес, сонымен қатар аймақтарда әкімнің жанында құрып білуіміз керек. Неге? Өйткені ол да ақпарат, ол да талдамалық ақпарат. Яғни бүгіндегі облыстағы мәселені, жағдайды көріп, оны ақпараттандырып, бүгінде осындай бізде тәуекел бар, осындай қауіп бар, осындай мәселені бүгінде шешуіміз керек деген нәрсенің барлығын жасаған кезде облыс әкімінде де бұл үлкен пайдалы болады. Яғни сондай талдамалық орталықтар. Мысалы, енді мен өзім аналитикалық орталықтар бойынша жаңағыдай диссертация қорғағаннан кейін, әрине ең әлеуеті мықты, бүгіндегі тәжірибесі керемет деген мемлекеттердің бірі Америка Құрама Штаты. Америка Құрама Штатында бүгінде әлемдегі шамамен 50% жуық аналитикалық орталықтар Америка Құрама Штатында шоғырланып, ойлаңызшы. 100%, 50% бүгін Америка Құрама Штатында. Ол үлкен сарапшылық ресурс, өте үлкен ресурс. Тек қана бір ғана Вашингтонның өзінде Ақ үйге жұмыс істейтін 300 аналитикалық орталық бар. Екеу 300-дің барлығы бірін бәсекелес, қаншама сарапшылар бар. Неге? Өйткені бәсекелес болған ортада ғана бізде сапа өседі. Яғни біз бүгіндегі осы сарапшылардың, аймақтық аналитикалық орталықтың ашылуына себеп жасауымыз керек. Неге? Сол кезде ғана бізде бәсеке өседі. Бізбен де бәсекелеседі олар. Өйткені біз аймаққа қатысты өзіміз зерттеп жүрсек, олар бізге бәсеке болады. Олар айтады, жоқ, біздің аймақта мынандай процесстер жүріп жатыр деп. Яғни ол ойлаймын, жаңағыдай осындай бір бірлескен жұмыс арқылы. Сондықтан да оған мемлекеттің тарапынан да өзіндік бір басқан кезде ден қойылу керек. Яғни мысалы кезіндегі мүмкін бізде аймақтық даму министрлігі болды ғой. Мүмкін сол министрліктің мысалы жаңағыдай әрине біз кейде министрліктерді жаңағыдай құрылымын өзгертеміз сияқты. Мүмкін сол министрліктің қажеттілігі бар шығар. Мысалы бүгіндегі аймақтық дамудың ерекшеліктерін ескере отырып, мысалы бізде мемлекеттік басқару жүйесі бүгін жаңағыдай жергілікті өзін басқаруды дамытып жатырмыз ғой. Бүгін ауыл әкімдерін сайлап жатырмыз, аудан әкімдерін сайлап жатырмыз. Ол не? Ол дербестік, ол ертең оларға өкілеттік береміз. Оның барлығы аймақтық дамуға міндетті түрде әсер етеді. Сондықтан да осы екінші мәселе, жаңағыдай біз кадрларды жаңағыдай өзіміз өсіріп, университеттерді дамытып, өзіміздің мемлекеттің тарапынан да бір мүмкін жаңағыдай бір жоба жасауымыз керек. Үшіншіден, мен ойлаймын, бұған мысалы әрқашанда президент айтады ғой, әрбір тарап өзінің тарапынан мен не істей аламын деген сұрақ қоя отырып өзінің үлесін қосу керек. Мысалы Америка Құрама Штатында неге жаңағыдай аналитикалық орталықтар мықты дамыған? Неге оларда әрбір штаттың өзінде үлкен сондай зерттеу орталықтары бар? Үлкен бизнес және үкіметтік емес ұйымдар өте мықты жұмыс істейді. Бизнес жақсы көмектеседі, олардың талабы бар. Иә, өйткені бизнес, мысалы аймақтық бизнес, әрине аймақтық бизнесқа әлеуметтік, экономикалық, кадр, барлық процесстер, тіпті жаңа сіз айтқан этносаралық қарым-қатынастың өзі ол бизнеске әсер етеді. Өйткені ол жақта егер мысалы этносаралық қарым-қатынаста бір мәселе болса, ол ертең оның бизнесін қауіп болуы мүмкін. Ол түсініп тұр ғой. Яғни бизнес өзінің жаңағыдай әлеуметтік жауапкершілігін сезіне отырып, бүгіндегі аймақтық зерттеуді қаржыландырады. Өзі соған атсалысады, өзі мүмкін жаңағыдай грант береді, ол жердегі дамытады. Яғни Америка Құрама Штатында солай ғой. Оларда мысалы жаңағыдай бизнестің көбіне салықтық жеңілдік берілген, салықтан босатылған. Сол арқылы бүгіндегі бизнес ол жақтағы университеттің де басқан кезде жағдай жасайды, дамуыны, ғылыми зерттеудің барлығын да жасайды. Неге? Себебі зерттеу болған жерде тұрақтылық болады. Неғұрлым терең зерттейсіз, соғұрлым сапалы зерттеуді алғаннан кейін сіз нақты жақсы шешімдер шығарасыз. Сондықтан да бизнес көп жағдайда өте жаңағыдай былайша кезде мүдделі
жақсы сапалы аймақтық зерттеуді алуға. Сондықтан да аймақтық бүгіндегі бизнесмендер, аймақтық бүгіндегі бизнес өкілдері сол аймақтағы кейбір проблеманы, мәселелерді анықтау үшін, сол жердегі аймақты дамыту үшін мысалы сондай зерттеу жүргізуге дайын болу керек, немесе қаржыландыруға дайын болу керек. Өйткені ол да сіздің бизнесмен ретінде, бизнес ретіндегі бүгін қосқан үлесіңіз. Ол бір жағынан кадр дайындайсыз, зерттеу жүргізесіз, өзіңіздің аймағының дамуына үлес қосасыз. Мысалы біз мысалы енді біраз уақыт өтті, Маңғыстау облысында мысалы зерттеу жүргізген кезде ол жақта біраз инвесторлар бар, бірнеше инвесторлар бар. Ол кісілерде бүгінде жаңағыдай анау бірінші тараптан бірге отырып біз кадр дайындауға өз үлесімізді қосқымыз келеді дейді. Мысалы жаңағыдай университеттерде, университеттегі жаңағыдай мұғалімдерді қаржыландыруға, мысалы бізде ондай жобалар бар ғой. Бүгінде мысалы университетте өзінің грантын береді, дайындайды, сосын ол маманды өзіне алады. Тура сол сияқты мысалы ғылыми зерттеулерде өзінің зерттеуін беруге болады. Мысалы жаңағыдай атамекен мысалы бизнес мысалы мекемесі арқылы, мысалы немесе басқа да ұйымдар арқылы. Яғни бұл жерде жалғыз ғана мемлекетке ғана жүк салмайды. Бұл тек қана мысалы немесе аналитикалықтар. Бұл жерде бизнес те өзінің жаңағыдай көп жағдайда енді үлесін қосу керек. Әрине аймақтарда бар мысалы жаңағыдай зерттеулерді қолдайтын, грант беретін ұйымдар. Бірақ дегенмен ойлаймын бұның әлі де мүмкіндігі мол. Әрине мүмкіндігі мол, және Америка құрама штатын айтыңыз, шынымен де бір шешім қабылдағанға дейін зерттеу жасау керек. Мысалы біз аудиторияда соны өте жиі айтамыз. Ал нақты келгенде біз әлі кішкене бұл жерге дұрыс мән бермей жатқан сияқтымыз. Әлде мүмкіндігіміз жоқ па, әлде солай қарауға қазір. Бұл жерде және де шешімнен бұрын мынандай мәселе ғой, зерттеу жасайсыз, ұсыныс айтасыз. Бірақ маңызды мәселе бұл жерде ол ұсыныс ертең жүзеге асса, ары қарай не болады? Оның салдары қандай болады? Егер ол жағымсыз әсер берсе, оны қалай реттеу керек? Ертең ол жағымды сценарий қалай болады? Ол ертең ұсыныс кімге әсер етеді? Кімге жағымды, кімге жағымсыз? Ертең ол ұсыныстың қауіп-қатерлері бар ма, жоқ па деген нәрсеге талдау жасау керек. Өйткені ертең ол ұсыныс жүзеге асқаннан кеткеннен кейін, мемлекет тарапынан шешім қабылданып қойғаннан кейін, оның салдары жағымсыз болса, оны кері қайтару өте қиындау. Сондықтан да одан да 10 рет ойланып, оны толықлап шешіп алайық, осы дұрыс шешім ба деп, ары қарай одан жүзеге асырайық. Яғни бұл өте маңызды нәрсе. Қайтадан бұл келіп жаңағы мамандарға, мамандардың ой қабілетіне, аналитикалық және жаңағы зерттеу әдістерін дұрыс қолданғанмен байланысты. Бұл жерде мынандай бізде мынандай ұстаным болу керек қой қоғамда қазір. Мен ойлаймын, қанша жаста болмасын, кез келген адам әрдайым оқуға дайын болу керек. Бүгінде университетті бітірдім, немесе докторлық жаңағыдай ғылыми атақты алдым, осымен болдым, толдым деген болмайды. Мүлдем болмайды. Неге? Өйткені бүгіндегі ғылыми ортаның өзіндегі бүгінгі теориялар, әдіс тәсілдер өте тез жаңарады, өте үлкен былайша кезде қарқынмен жаңарады. Оны игерттің өзіне кейде үлгермейміз. Мысалы біздің институтта біз әрқашан мысалы көбінесе сарапшыларды, біздің қызметкерлерді өзін-өзі білім жетілдіруге өте үлкен қолдау жасаймыз. Неге? Өйткені ол маңызды. Егер сіз бүгінде өзіңіз біліміңізді жетілдірмесеңіз, сіз қабілетті бола алмайсыз. Оны түсініп алу керек. Оны бүгіндегі университет түлігі өте жақсы түсіну керек. Яғни мен бүгіннен бастап университет бітіргенім, ол алғашқы ғана қадам. Ары қарай 70-80 жасқа соңға дейін оқиын деген ниетте болу керек. Неге? Өйткені енді жаңағыдай өмір бақи оқу деген принцип бұл не? Яғни біз бүгінде жаңағыдай осы жастарға, әсіресе ортада аймақтардың өзінде мен ойлаймын жаңағыдай үлкен жаңағыдай білімін жалғастыруға мүмкіндік беруіміз керек. Аймақта мүмкін мысалы барлық институттар бірлесе отырып мысалы бір 10 күндік 2 апталық семинар өткіземін, аймақтарға барып үйретемін. Неге? Өйткені тәжірибе алмасу ғой. Яғни тәжірибе алмасу арқылы біз жаңағыдай олардың біліктілігін көтереміз. Біліктілік көтеру деген бұл басқан кезде енді бүгінгі өмірлік принцип, басқаша не жоқ, басқаша болмайды. Яғни оны бүгіндегі сарапшылар да, бүгінгі мамандар да барлығы түсіну керек. Яғни айтып отырмын, мысалы қазіргі әлем бойынша мысалы болжам бар, адам өмірінде 2-3 мамандықты ауыстыру мүмкін дейді. Ондай болжам бар уақыт өте келе. Сондықтан да біздің өзіміз сарапшылар бүгінде мысалы биг дата дейді, дата аналитик дейді. Яғни сондай жаңа трендтерді бақылап, соны үйренуіміз керек. Неге? Себебі бүгіндегі оның барлығы ол неге әсер етеді? Жаңағы аналитикаға әсер етеді. Яғни биг дата, мысалы бүгіндегі цифрлық технологияның бәрін пайдалану, ол да бүгінде жасанды интеллект қазір бүгіндегі оның өзі әсер етеді. Яғни мысалы жаңағыдай біз мысалы жүргізетін кезіндегі мысалы әлеуметтік зерттеулер бар ғой, соның өзі модификациялық, мысалы әртүрлі жаңағы онлайн платформа, әртүрлі. Яғни оның барлығы не етеді? Адамның біліктілігін талап етеді. Егер ол
көштің жаңағыдай ағынына ілеспесең кәсіби жағынан, онда кәсіби ары қарай дамудың өзі кішкене қиындау болады. Сондықтан да бұл жаңағыдай өте маңызды нәрсе. Мүмкін мен ойлаймын енді мысалы болашақ стипендиясы бар ғой бізде. Мүмкін сол жерде мысалы жаңағыдай аймақтық мамандардың көп болуына мүмкін жаңағыдай білмеймін аймақтық квота, енді білемін мемлекеттік қызметкер квотасы деген бар жаңағыдай ғылыми, мүмкін жаңағыдай аймақтарға мән беріп жаңағыдай сол жақтағы мамандардың дамуына үлес қосуымыз керек. Мүмкін мен ойлаймын сосын бізде Қазақстандағы жаңағыдай аймақаралық не кәсіби көші қон дейді ғой, кросс иә, онда кішкене шамалы баяу миграция болу керек. иә, миграция болу керек. Неге? Зерттеулік миграция. Яғни неге? Өйткені біз анау мысалы шығыстан ол батысқа барып зерттеу жүргізеді, батыстан мысалы оңтүстіктен солтүстікке деген сияқты. Неге? Өйткені ол әртүрлі нені көреді, зерттеу объектісін зерттеу ерекшелігін көреді. Ол мысалы тек қана шығыста ғана барып мысалы зерттеу жүргізе берсе өмір бақи, оның ертең мысалы орталықтық мысалы Астана Алматыға келген кезде ол кішкене ерекшелігі болады. Сонда мен ойлаймын кейде жаңағыдай зерттеулік миграция дейді ғой, мүмкін сондай да болу керек шығар аймақтан. Мысалы әртүрлі нелер бар ғой, тәсілдер бар ғой, жаңағыдай адамды ары қарай итермелеудің ғылыми зерттеуіне. Мүмкін ол да өте керемет ұсыныс шықты ғой осы жерден. Иә, өйткені университеттер шынымен де бізде көп жағдайда университеттер шетелдік жаңағы серіктестіктерге ұмтылады, соған мән береді, ал мынау ішкі өзіміздің білім тәжірибе алмасу деген сондай көп емес. Неге соны жасамасқа? Мысалы бізде аймақтарда бар ғой, өте мықты сарапшылар бар, өте мықты мамандар бар, ғылым мамандары бар. Соларды мысалы неге жаңағыдай шақырмасқа? Иә, мысалы жаңағыдай біз шақырамыз ғой шетелден үш аптаға, бір айға, 3 айға деген сияқты. Сондай несие грант беріп, соны шақыртып, бөлісіп деген сияқты. Ол үлкен. Мен ойлаймын мысалы адамның өмірі адаммен байланысты бәрібір. Ол қаншалықты дегенмен сен жаңағыдай онлайн айтасың ба, оны жаңағыдай кітаптан айтқанмен адаммен адам сөйлескенде басқаша болады, тікелей болады бәрібір. Сондықтан мен ойлаймын аймақ, мысалы TED Talks бар ғой, мысалы соны неге мысалы бүгіндегі ақтаулық TED Talks, ұлытаулық TED Talks деп өткізбейсіз? Сол жерге неге сол? Өйткені соны көрген баланың өзі, студенттің өзі ол мотивация алады. Неге? Өйткені ол өзінің көз алдында сол үлгіні көріп тұр. Қалай оқу керек, қалай болу керек. Ол да адамның өзіне жаңағы әсер етеді ғой. Сондықтан да неге солай жасамасқа? Мысалы аймақтық не болады, талай аймақтан шыққан бізде қазақстандықтар бар. Сол өзінің аймағына барып, өзі дәріс беріп, өзі үлкен жаңағы TED Talks өткізсе, оның өзі үлкен жетістік болды. Әрине. Өте жақсы ой айттыңыз. Және де есіңізде болса, мен бір презентация жасаған кезде осы Америка құрама штаттарынан ғылыми тағылымдамадан келгеннен кейін жаңағы based of community research, немесе жаңағы жергілікті комьюнитидің әлеуетін қоса отырып зерттеу жасау. Меніңше бұл да бір жақсы әдіс, және де жергілікті комьюнити, жергілікті қауымдастық қосылған кезде ол зерттеу әлде қайда басқаша болып шығады. Өйткені жаңағы сырттан келген сарапшының көзқарасымен және іштен қарап отырған сарапшы және жергілікті адамдардың қатысуымен олдың зерттеудің нәтижесі кішкене басқаша болып шығады. Осы жерде мен сізге бір дәлел айтып кетейін. Мен үшін өте башқан кезде таңғаларлық факт болды. Мен жаңа ойлаймын, жаңағы жергілікті әлеуеттің, халықтың әлеуетін қалай пайдалану керек. Жергілікті, негізінен жергілікті халық, оның ішінде жаңағыдай сол жылда сол тумасы, сол жерде өмір бақи сүріп кеткен халық көп нәрсе есінде. Сосын олар кезіндегі сол мәселе қалай шешілді деген сұраққа олар кейде өздерінің жауаптары бар. Мүмкін сол жауапты алу керек шығар. Неге? Мысалы біз мынандай жаңа таңғаларлық факт, мынау Маңғыстаудағы Құрық деген порт бар ғой. Сол жерге енді әрине шөл дала, жаңағыдай ерекшелігі бар. Мал әкелу, жаңағыдай малды әкеліп өсіру ол жерде өте қиын екен. Сонда мынандай факт болды. Оны айтқан сол жердегі жергілікті әлеуеттің халқы. Кезінде Ақтөбе облысынан, Ақтөбе, Торғай, қазіргі Қостанай, Торғай облысында, сосын Ақтөбеден Маңғыстауға жол болған екен. Тікелей жол болғанда айдаладағы жол. Ол жолдың ерекшелігі неде? Қалай малды Маңғыстауға жеткізген. Ол кезде, осыдан бірнеше жыл бұрын, кеңес одағы кезінде құдық болған екен. Әрбір 20 километр сайын олар құдық жасап болған. Сол жаңағы малды Маңғыстауға жеткізу үшін 20 километр суғарып отырған. Сөйтіп бәленбай нені башқан кезде қазіргі экономикалық фактор. Мысалы, малды қалай жеткіземсең, тура сол жаңағы ескі әдіспен жеткізуге болады. Неге? Өйткені ол жердегі жергілікті әлеуеттің өзінің бір даналығы бар. Олар біледі. Мысалы, біз кейде
анадай технология бір қатты бір қымбат бір жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Кейде ойлаймын мен, шешім қарапайымдықта шығар. Қарапайым бір шешім көп нәрсені шешеді негізінен. иә Ол мысалы жаңағы башқан кезде құдық ескі тәсіл. Сосын жаңағы сіздің мал айдауыңыз әрбір Иә. жиырма метр башқан кезде ескі дәстүр, бірақ нені мүмкін экономикалық бір нәрсені шешіп шығар, жаңағыдай мүмкін бизнестің дамуына әсер ететін шығар, мүмкін жаңағыдай жергілікті бизнестің мал шаруашылығының дамуына әсер ететін шығар. әрине ол бұл жаңа модернизацияға қоссақ бұл жерге Иә. мысалы сол жерге сол ескі жолдың бойына қайтадан жол салу Иә. және сол жолдың бойына жаңағы су бекеттерін орналастыру Иә. қазіргі енді Технология технологияларды бойынша. қолдана отырып және бұл да менің айтып жүрген бір идеямның бірі, енді басқа сарапшылар да айтып жүр, біз қазіргі жаңағы жасыл технологияларды қолданып, мысалы су, жаңа Күн, енді бізде жел жел, қуаты, жел қуаты. күн қуаты, Мгм. соларды қолданып шағын мысалы станцияларды орналастырып сол жол Мгм. бойында сол жолды іске қосса, меніңше жаңағы Маңғыстау, Торғай, Ақтөбе қосылуы әбден мүмкін. Өйткені Иә. жаңағы сіз айтқан жол мәселесі да біз әрдайым Жезқазғанға айналып барамыз, иә. Иә. Жезқазған, Қарағанды арқылы барамыз, Жаңаарқа арқылы барамыз, шаршап шалдығып, пойыздың өзі 15 сағат жүреді. Мгм. Ол орталық Қазақстанды байланыстыратын өзінің ескі жолы бар. Мгм. Мысалы, Ұлытаудың ар жағында 100 километр жерде Арқалық жатыр. Иә. Арқалық тікелей Қостанайға Аха. шығады, орталық станция Есілге бірақ шығады, содан мына жақтан Ақмоламен және Ресей шекарасымен тікелей байланыстырады. Мгм. Бұл да жаңағы қолданыста жоқ жол, бірақ Иә, бұрын жаңағы сіз айтқаныңдан есіме түсіп жатыр. Негізі мен осы Ақмола облысының тумасымын өзім, Мгм. иә. Менің мамамның, өзімнің анамның нағашылары сол жезқазғандықтар. Мгм. Сонда менің анам айтатын, нағашыларым кезінде Жезқазғанмен түйемен келетін деп. Иә. Енді мен оқушымын, мектепте оқып Иә. жүрмін, бірақ картада бізде жол жоқ. Қалай келеді деп па? Сонда ойлаймын, бұлар неше жыл жүріп келеді екен осы екі ортаға деп. Қазіргі картаға қарасам, Иә. бұл енді 1-2 күндік жер екен, былай шындап Иә. келетін болса. Сондықтан шынымен де жергілікті халықтың өзінің даналығы бар. Жол салу, құдық қазу Иә. және оны қазіргі технологиямен ұштастырса, көп нәрсені шешуге болатын сияқты. Иә. Жалпы анау идея мүмкін аймақтық идеялар платформасы болу керек па? Мысалы, әрбір сен облысыңды қалай дамытқың келеді, сен ауданыңды қалай дамытқың келеді деген бір платформа болады ғой, мысалы. Сондай болу керек шығар. Мысалы, Алматы қаласында бар осындай иә, платформа. мысалы, жаңағыдай Open Алматы дейді ғой, яғни ашық Иә. Алматы, мысалы бізде Астанада Иә, иә, Астанада бар, түрлі Open жобалар, Budget иә, деген. яғни Мгм. бюджетті мысалы өздері не мысалы шыққан кезде парк, саябақ сала ма, өздері шешеді деген сияқты. Мен ойлаймын, мысалы, идея көп, мысалы. Сосын халық ол проблеманы шешудің мысалы өзі біледі. Ол мысалы егер мысалы айтады ғой, мысалы жол торабын шешкен кезде мысалы жолаушылардан сұрау керек, немесе өйткені олар біледі қай жерден қалай өту керек екенін. Сосын айтады ғой, мысалы жаңағыдай біз андай тротуар саламыз, жол саламыз ғой, сол кезде адамдар қыста қалай жүреді, сонымен салу керек деп. Неге? Өйткені адамдар өзінің ыңғайлысына алады. Сонда сондай практикаларды көбірек зерттеу керек шығар. Мысалы, сосын бір жылы жаңағы Грузияға сапар кезде мынандай көрініске тап болдым мен. Мен ойладым, жаңағыдай біздің тәжірибемізге қолдануға болады шығар. Мен жаңағыдай халыққа қызмет орталығына бардым. Ол жерде халыққа қызмет орталығына барған кезде кіріп келгенде, қай жерге кірмесеңіз де дүкен, үлкен жаңағы сауда орталықтарына барсаңыз да, андай бір жәшік көрдім. Жаңағы жәшіктің бір ерекшелігі өзі жап-жасыл, көрінген жерде көзге түседі. Сосын мен енді сұрадым, бұл не деп. Сонда айтады, бұл жәшік ұсыныстар жәшігі дейді. Яғни сіз бүгіндегі осы бір мәселені шешуге қатысты, немесе жаңағыдай Тбилиси қаласындағы мысалы нені жақсартар едіңіз, қалай жақсартар едіңіз, ұсыныс болса бере қойыңыз дейді. Сосын жаңағы адамның көзінің деңгейінде орналастырған. Адам келе жатып, төменде, жоғарыда емес, өзінің көзінің деңгейінде. Адам сосын түр түсіп, сосын жаңағыдай қасында несі бар, қаламы бар, қағазы бар, әйтеуір жазамын десең. Сонда мен айтамын, халық бола ма, жаза ма десем, сол жаңағы халыққа қызмет орталығының мамандары айтады, иә, жазады дейді. Адамдардың идеясы бар дейді. Мынаны бүйтіп шешу керек, мына көшені бүйту керек, ана көшені былай бояу керек дейді. Әртүрлі идеялар бар дейді. Яғни халықты бүгіндегі мүмкін шешімді беретін қайнар көз ретінде пайдалану керек шығар аймақтағы. Олар біледі ғой көп нәрсені, қалай шешу керек екендігін. Біздің ұсынысымыз инновациялық болуы мүмкін, технологиялық болуы мүмкін, керемет бір жаңағыдай тиімді деп көрінуі мүмкін, бірақ аймақтың кейбір қарапайым шешімі көп нәрсені шешуі мүмкін. Иә, ол күні айттым ғой жаңағыдай. Енді айтады ғой, халықтан дана ешкім жоқ, бәрібір халықтық
жаңағыдай даналық деген ортақ ұжымдық даналық деген негізі көп нәрсе береді. Өте керемет жақсы идеяларды айттыңыз, және де осы ізденушілерге не айтушы едіңіз? Біздің енді мәселе ашылу үшін жаңағы көп нәрсе керек, әрине, бірақ бір түрткі болу керек шығар. Иә, мысалы, жас ізденушілерге, жас саясаттанушыларға қандай кеңес беруші едіңіз осы тақырыпты таңдау мақсатында? Не нәрседен бастаса? Ең бірінші әрине маңызды бір тетіктердің бірі ол шет тілін білу. Айналып келгенде тілдің аясы керемет. Және де түсіну керек мынадай нәрсені. Бүгіндегі ғылыми жаңалықтардың 85% латын графикасы бар мемлекеттерде шығады. Ол басым бөлігі ағылшын тілді. Бүгіндегі әлемдегі 70 патент латын графикасы мемлекеттерде шығады. Ол ағылшын тілінің бірі. Яғни жаңалықты бірінші білем, жаңалықты игерем. Бүгінде ғылымда қандай жаңалық болып жатыр, оның жаңалығы неде деп білу үшін тіл білу керек. Егер ол мемлекетке сіңірем, осы мемлекетке енгізем, осы мемлекетте зерттеу жасайым, бүгіндегі оның артықшылығы мынандай деп білу үшін бәрібір тіл білу керек. Сондықтан да неғұрлым көп тіл білесіз. Мен міндетті түрде ағылшын тіл тұрған жоқпын. Ағылшын тілі бола ма, араб тілі бола ма, қытай тілі бола ма, бәрі ерекшелік бар ғой. Ол әрине болмасын жаңағы өзінің мемлекеттік тілінен бөлек жаңағыдай сияқты. Тіл маңызды. Екіншіден, маман ретінде қалыптасу үшін көп оқу керек. Өте көп оқу керек. Тұрақты түрде оқу керек. Әртүрлі салада кітаптарды оқу керек. Сосын пән аралық, мысалы, саяси әлеуметтану, саяси экономика, саяси мәдениеттану деген сияқты мүмкін бағыттарды көру керек шығар. Яғни өйткені таза саясаттануда кішкене шектеу бар да. Ал пән аралықта, мысалы, сіздің әлеуетіңізде біліп, мысалы, саясаттанушы, мысалы, мен бүгінде әлеуметтанудың біраз әдіс тәсілдерін неге жақсы? Мен арқылы тек қана өсем, тек қана дамимын. Ол маған тек қана көмек. Сондықтан да сондай бір бағытта алу шығар. Сосын үшіншіден бір тақырыптан бір тақырыпқа секіре бермей, бір бағытты алу керек. Мысалы, мен осы өзін өзі басқару жүйесімен айналысам. Мысалы, мен немен айналысам? Этникалық қарым-қатынаспен айналысам. Мен бүгінде жаңағыдай миграция, көші-қонмен айналысам. Яғни тақырыптағы бірізділік сізге сосын бір түбінде бір үлкен нәтиже береді. Яғни сіз бізде маман узкостей, яғни тар мамандырылған бір мамандар табу қиын ғой. Бізде әмбебаппыз бәріміз. Анан саяси партиядан да, үкіметтік емес ұйымдан да, азаматтық қоғамнан да жоқ. Шамамен келгенше біз мамандануымыз керек. Тар бір тақырып тауып, соның түбіне дейін жетіп, біліп. Мысалы, бізде бүгінде мысалы Ұлытау облысының маманы дейік. Бүкіл Ұлытау облысының бүгіндегі азаматтық қоғам бәрін біліп, бүкіл нәрсесін білетін маман бізде жоқ қой. Бізде бар аймақтық даму деген маман бар. Бізде мысалы жергілікті мемлекеттік басқару деген мамандық бар. Бірақ маман аймақ бойынша мысалы маман болу керек та. Сондықтан да тақырыпты таңдаған кезде жаңағыдай бір бағыт ұстанып, өзіңнің ғылыми жолыңда әрқашан сұрақ, маған бұл қызықты ма? Бұл жалпы қандай пайда келеді деген сияқты сұрақтар. Өте. Сосын төртіншіден әрқашанда оқу керек, білімді жетілдіру керек. Сосын үлкен мақсаттар қоя білу керек. Мен ойлаймын, қазіргі жастарда мүмкіндік өте үлкен. Мен мысалы бүгінде мемлекеттік басқару академиясында сабақ беремін, сонда магистранттарға айтамын. Мен мемлекеттік басқару академиясында сіздердің осы потенциалдарыңыз, әлеуеттеріңіз осымен аяқталды деп айтпаймын. Сіздердің әрі қарайғы белестеріңіз, мысалы, кезіндегі Гарвард университетіндегі мысалы Кеннеди мектебі болу керек. Немесе Сингапур университетіндегі Ли Куан Ю мектебі болу керек. Неге? Ол үлкен мемлекеттік саясаттың ең үлкен озық дамыған мектептерінің бірі. Соған тырысу керек. Сонда неғұрлым үлкен белестерді аласыз, неғұрлым үлкен мақсат қоясыз, сол мақсатқа сіз жетесіз. Мақсат қойғаннан кейін сіздің Қазақстанға келер пайдаңыз да, сіздің еліңізге сіңірер қызметіңіз үлкен табысты болады. Сондықтан да үлкен бағыттарды былайша айтқан кезде бағындыруға қорықпау керек. Керемет мотивациялық спич болды сіздің бүгінгі подкастқа келгеніңізге көп рахмет тағы. Ал енді тағы бір сұрақ сізге, соңғы сұрақ болсын. Өз алдыңызға қандай мақсат қойып отырсыз қазіргі таңда? Бүгінде мен үшін, енді мен институтта 10 жыл жұмыс істеймін. 10 жыл жұмыс істегеннен кейін әрине мен үшін бүгіндегі кадр мәселесін сол маңызды мен үшін, яғни мамандарды дайындау. Мен әрқашанда қуанамын, біздің институттан біздің қызметкерлер президент әкімшілігіне кеткен кезде, мемлекет кеңесінің хатшылығына кеткен кезде, премьер-министрдің кеңсесіне кеткен кезде, министрлікке кеткен кезде өте қатты қуанамын. Неге? Өйткені адамдар өсу керек, тұлғалар өсу, қызметкерлер өсу керек. Біз соған еңбек сіңіріп, егер соған
бәріміз күш жұмсасақ біздің еңбегіміз ақталады. Екіншіден мен үшін әрқашанда тағы да бір бағыт, бүгіндегі мен үшін ең қызықты бағыттардың бірі, жаңаша бағыттардың бірі, ол біз биыл енді соған бастама жасадық. Біз бүгінде мәліметтер базасымен жұмыс істеу бөлімін аштық, отдел по работе с базами данных. Яғни ол болашақ, ол келешек. Яғни менің жалпы бүгіндегі арманым, үлкен бір максимальды бір арманым Қазақстандағы керемет үлкен ақпараттық статистикалық биг дата жасау. Яғни мен ойлаймын, кез келген мемлекеттік органның, кез келген аналитика орталықтың, зерттеу орталықтың барлықтарының мәліметтері бір орталыққа құйылып, одан үлкен биг дата шықса, біз тек қана зерттеушілерге үлкен мүмкіндік береміз. Ол мен ойлаймын, ол үлкен біздің ел ретіндегі, мемлекет ретіндегі үлкен жетістігіміз болады. Неге? Үлкен цифровизация бар, бізде қаншама мәлімет бар. Сол мәліметті құнттап, бір үлкен биг дата жасасақ, сосын сол мемлекеттік органдарға, зерттеу орталықтарына, аналитик орталықтарға соған қолжетімділік берсек, мүмкіндік берсек, соны пайдалануға. Біз талай зерттеулерді, университеттегі мысалы, біз Скопусқа қолжетімділік береміз ғой, подписка жасаймыз, оған бәлен ақша аламыз, солай ақша төлейміз соған жасау үшін. Эльзевир, Скопус бар. Неге сондай нені біз өзімізге жасамасқа, сондай үлкен биг датаны? Бүгінде Қазақстандық университеттерге мүмкіндік берейік. Сол жерде әрине оның деңгейін анықтауға доступ дейді ғой, яғни уровень. Мысалы, аймақтық деңгейде, ұлттық деңгейде не деген сияқты, оның бәрін реттеуге болады. Бірақ сондай саланы мен үшін ең үлкен бүгінде. Сондықтан да мен бүгінде жаңағыдай дата аналитикс деген жаңағыдай Power BI, SQL, Python деген сияқты бір бағыттармен өзім қызығушылығым бар. Соны жаңағыдай бүгіндегі институттың қызметіне немесе жаңағыдай ғылыми жұмыстарға әрі қарай пайдалансақ, мен ойлаймын, үлкен біраз жетістіктерге жетеміз. Бұл өте үлкен мақсат. Шынымен де біраз ғалымның қолы кішкене жеңілдеп қалушы еді. Өйткені көп жағдайда зерттеушілер, ғалымдар осы өңдейтін мәліметті қолдарына түсіре алмайды. Сондықтан да біз жаңағы шешім қабылдауға дейінгі нәрселерді дұрыс анық жеткізе алмаймыз. Мәлімет, мен ойлаймын, неғұрлым көп деңгейлі мәлімет болады, неғұрлым тура үтірніктесін бір ұсақ түйеккен статистика болады, біз кейде мән бермейміз ғой. Дезагрегированный данный. Яғни ондай мәліметке дейін мән берсек, соғұрлым бізде шешім қабылдау деңгейі жоғарылайды, сапасы жоғарылайды. Яғни мәлімет дұрыс шешім қабылдаудың негізі. Мәліметке біз бүгінде немқұрайлы боламыз ба? Бүгінде мәліметке біз мән бермейміз ба? Оның жинақталуына, база болуына мән бермейміз ба? Сапалы білім, сапалы шешім қабылдау дегенге сенбеу керек. Сондықтан да біз сол жолда мәліметтің ашықтығы, мәліметтердің болуы, мәліметтердің жинақталуы, статистиканың тіпті бүгіндегі өте жаңағыдай нақты болуы, ол бүгіндегі зерттеуге, ғылымға қосатын үлкен үлесіміз болады. Керемет, көп рахмет. Осы мақсаттарыңыз орындалсын, еңбектеріңіз шынымен де шыңдала берсін, кәсібиліктеріңіз шыңдала берсін. Енді бүгінгі біздің көрермендерге, тыңдармандарға меніңше үлкен бір мағлұмат болды. Жеке тәжірибе және де біздің стратегиялық зерттеу институтының негізгі бағыттары және аймақтарға қандай перспектива бар, міне осы жерден де көруге болады. Сондықтан құрметті біздің тамырлас подкастымыздың тыңдаушылары, енді біздің подкаст тамырлас деп аталады. Біз енді өзіміздің түпкі тамырымызды іздейміз бір жағынан, ал екінші жағынан не нәрсені бүгін біріктіруге болады. Бүгін негізгі түйініміз осы жерде ғалымдар мен мәліметтердің басын біріктіруге болады және біріктіру керек. Ол үшін еңбек ету керек, ол үшін жаңағы қажымас бір қайрат керек сияқты. Көп рахмет, Алуа Серікқызы, сізге де табыс тілеймін, денсаулық тілеймін және осы алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін деп айтамын. Рахмет. Көп рахмет қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.